Еңгі көлдерде тіршілік етеді. Денесі ұзын, аузы үлкен, азу тістері бар. Арқасында желбезектері бар. Балықтың ады дәрмендері бар. Адамның бойын ұзын болып өсуіне көмектеседі. Сонымен бірге йод дәрмендері бар. Адамдардың көз ауырын емдейді. Балық майын сәбилерге ішкізеді. Денесі ұзын, аузы үлкен, жақтарында өткір түстері болады. Басы қара, түзу жарықтары анық, түсі құбылмалы, арқасы қанық сары, ал бауыры күмістей ақ келеді. Балық майында йод және тор дәрумендер бар. Бұл дәрумендермен тыныс алу, асқазан, тері ауруларын емдеуге болады. Балық майынан адамдарға керек пайдасы көп. Адамдар балықты жеу үшін немесе аспанында өсіру үшін аулайды. Балықтан тамақ жасағанда қапыршықтарын тазалап алу керек. Балықты мұз суға жуып, тазалап, тыстап, нәрделу керек. Тазалап алған балықты булап немесе қуырып жеуге болады. Балалар қалайсыңдар? Жақсы. Бүгін форель балығын тексереміз. Бұл таза бұлақта өсетін балықтар. Мынау екі фонтан жердің астынан 40 метр шығып тұрған бұлақтың суы. Балықтар тек қана таза суда өмір сүреді. Ал бүгін енді тамағын шашып көрейік. Алыңдар. Кішкене сенен алыңдар. Жай алыңдар балық. Ал суға шаш. Шашын. Әне. Көрдің ба? Көрдің бе? Әне. Бұлардың цветі тигровый болып келеді. Еті қызыл болып келеді бұлардың. Күніне азында бір рет тамақ береміз болды. Қалған уақытта өздері өз тамақтарын өзі тауып жейді.